Бүгін сіздермен қайнап ысып тұрған суда майонезді салып 15-20 минутта ашытқаны қажет етпейтін, өте тез дайындалатын пирожкиді жасалу жолын көрсететін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріп, рецебін сақтап алыңыздар. Ең алдымен жаңағы қайнап тұрған ыстық суға майонезді салып, жақсылап ертіп араластырып аламыз да, кішкене суытамыз. Қатты ыстық күйінде пайдаланбаймыз. Міндетті түрде суытып алу керек. Сол аралықта ұн, тұз, сода қосып, одан соң су араласқан майонезімізді қосып, барлығын жақсылап біріктіріп қамыр дайындаймыз. Қамыр бізде өте жұмсақтау болады және дайын қамырды біріктіргеннен кейін 15-20 минутқа немесе 10-15 минутқа тындырып қоясыздар. Сол аралықта бізде қамырымыз дайын болады. Бұл қамырды ашытып қажет емес, дәл осы құраммен жасасаңыздар өте тез дайын болатын. Бізде пирожкилер дайын болады. Барлығын рецепт бойынша жасасаңыздар өте сіздерге жұмсақ әрі тез дайын болатын пирожкилар дайын болады. Міне бізде қамырымыз дайын болды. Енді тындыруға жіберетін боламыз. Картопымызды алдын ала аршып, міндетті түрде бөлек ыдысқа осылай салып аламыз да, татымына қарай тұз бұрышын қосып, картопымызды езгілеп пюре жасаймыз. Және де алдын ала пиязымызды көбектеп турап, майға кішкене қуырып аламыз. Пиязды қосу міндетті, сонда сіздерде арасына қосылатын салмамыз тәтті болып шығады. Міне, маймен барлығын бірге осылай қосып, картопты жақсылап араластырып жібереміз. Татымына қарай тұз бен бұрышын қосып жібересіздер. Дайын салманы енді кішкене суығанша бізде қамырды илеп дайындайтын боламыз. Дайын қамырымызды екіге бөлеміз де, сопақша етіп жайып, менде шамамен 14 данадай қамыр дайын болды. Әр бөлігін мен 60 граммнан өлшеп алдым. Сіздер қалауларыңыз бойынша, размерінің қалауларыңыз бойынша жасай берсеңіздер болады. Осылай кішіректеу етіп бөліп аламыз. Әр қамырды дөңгелектеп, қамырымызды жинақтаймыз. Бөлек ыдысқа осылай жинақтап аласыздар. Бетін жауып қоясыздар, міндетті түрде кеуіп қалмау керек беті. Және де осылай ұнымызды жайып, қамырымызды дөңгелектеп жайып шығатын боламыз. Қамыр жұқалау болған дұрыс, қатты қалың етіп жайып жібермеңіздер. Одан соң арасына салмасын салып, кәдімгі пирожкиді орағандай етіп осылай орасаңыздар болады. Немесе қыздар беляш, чебуреки пісіреді ғой, сол секілді де түйіп жасай берсеңіздер болады. Егер де ортасында қамыры бізде піспей қалады десеңіздер, сопақша етіп жайып, шеткі жақтарын пышақпен кесіп тастап, кәдімгі чебуреки сияқты да түйіп пісіріп алсаңыздар болады. Мен осылайынан жасап, орташа қызып тұрған майда пісіріп алатын боламыз. Қатты май қызып тұрмауы қажет, себебі арасындағы наны шикі болып қалады, піспей қалады. Сол себепті орташа қызған майда толықтай асықпай пісіріп алатын боламыз. Қатты қызып тұрған майда пісірсеңіздер, пирожки тез қызарып, ортасындағы қамыры піспей қалады. Сол себепті асықпай екі жағын аунатып отырып, пирожкиларымызды пісіріп алатын боламыз. Мінекей бізде осымен пирожкиларымыз дайын, өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса, лүпіл басып, жақындарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Өте дәмді, міндетті түрде жасап, және де өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді жазып қоюды ұмытпаңыздар. Және қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, парақшама тіркеліп қойыңыздар. Баршаңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұсынар рецепттерім алдағы уақытта да өте көп. Сол себепті парақшама тіркеліп, қолдау білдіріп қоюды ұмытпаңыздар. Осымен біздің пирожкиларымыз дайын. Жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын.